Sneak peek достар, бәрін күткен Вендиға обзор. Шынымды айтсам, мен әлі Вендиді өзін тест жасаған жоқпын. Міне реально вообще ойнаған жоқпын. Қазір дәл көз алдарыңда мен прокачка жасайтын болған Вендиға. Міне кетті. Вообще даже бір каткада ойнаған жоқпын ше. Так, мына жерде Венди негізі воздухан деп айтады. Орыстарда ше. Өйткені вентилятормен постоянно жел беріп жүретін персонаж. Так, бірінші гаджеті. Давайте бірінші лорын тыңдаймыз. Талантливый ученый, ностальгический көзқарасымен өмірге, және соңғы жылдары лабораториядан шығып кеткісі келеді, я? Короче, сосын Винстокқа қарсы тұрайын деп шешеді. Планетаға зиян келтірмеу үшін екен. Зорғадай айттым осыны. Мен өйткені орысша оқыдым, и қазақшаға сразу переводтадым. Қиын нәрсе екен. Переводчиктарды мен вообще түсінбеймін. Так, бірінші пассивка, бірінші гаджет. Замедляющий щит. То есть ультасын қолданған кезде генератор Вендидің противниктерді замедлет етеді. Бұны қазір сендер түсінесіңдер. Үлкен генератор жасайды Венди. Сэнди сияқты ультасы доп-думақ болып тұрады. Так, генератор щит получает дополнительно 50 очков прочности. То есть жаңа генераторға 2000 очко хп қосады. В общем, түсінікті. Так, гаджеттан енді сәл түсініксіз болып тұр. Зеленая граната деген гаджет. Венди воздушный граната тастайды, замедляющий противниктерді. Сосын хп толтыруға 18 секундта перезарядка болады деген. В общем, қазір ойынды түсінеміз. Давайте сразу көшейік деп айтайын деп тұрдым да, бірақ Вендидің сундугын ашу керек. В общем, достар, мен бұл Sneak Peek'та жай ғана Вендиді тест жасайтын боламын. Бірақ Вендидің сундугын оны келесі видеода ашқым келіп жатыр. Өйткені менде қазір full прокачанный аккаунт. Мен сендерге ештеңке ерекше көрсете алмаймын. Бравлердің түскен системасын да білмейміз. То есть қалай сундуктан қандай заттар түсуі мүмкін деген нулевой аккаунтты сәл түсіндіктірек болады. Full прокачанный аккаунтта сәл дроптар дұрыс емес жұмыс істейді. То есть егер сенде full прокачанный аккаунт болса, саған көп зат түспейді. Өйткені сенде и так көп зат бар. Сол себепті мен бұл аккаунтты қазір нулевой қыламын келесі видеода. И ол кезде уже мынау винстоктарды тест жасаймыз, сундуктарды ашып көретін боламыз. В общем, бәрі қызықты келесі видеода көресіңдер. Ал енді Кибербосс Брок деген испытания қосып кетіпті. Давайте испытаниеды тест жасап көреміз Вендиді. Негіз бізге жай ғана Вендидің гаджетін және ультасын, механикасын көрсету керек. Вообще, Венди ерекше, бравлер. Несімен ерекше десеңдер, Венди все-таки поддержка. То есть, бір өзі ол шыдыда тай жеп қалады. Мен что-то режим қосылмай жатыр, сол себепті давайте Броуболды қосып көрейін. Хотя Броубол тауып беріңдерші, пожалуйста. Так, Броубол модификаторлар бар екен, Винсток модификаторы бар тұр дәл қазір. Бұл өте жаман, өйткені менде модификатор жоқ қой. Просто реально модификатор өсіп қосылады. Мұқият болыңдар дейді. Нет активности наносила. То есть менде наносила жоқ, логично. Так, енді гаджетін мен секірдім. Болды, басқа ештеңке ерекше байқаған жоқсың. Так, өлтіре салайын. Давайте бірден ультан тест жасайық бірінші. Так, ульта. Мен бірінші пассивканы қойған сияқты едім. То есть, типа, сәл противниктердің жай жүріп атқанын байқап тұрсыңдар ма? Мен шынымды айтсам вообще байқап тұрған жоқпын. Бірақ тиммейттерінің хпсы жестко көтеріліп жатыр. Стоп. Тиммейттердің хпсы көтерілу деген прикол ма? О, қалай сонда? Тоқта, реально? Стоп. Жоқ. Менің уронынан көтеріп жатыр олардың. Оларда щит менің уронынан болып жатыр. Менің атакам оларға щит береді. Түсіндім. Онда гениально. Онда әдем тем. Онда прям механикасы мощный. То есть противникке атсам 2000 хп урон жасаймын. Ал тиммейтқа атсам ол 2000. Байрон ғой. Қысқасын айтқанда, Байрон механикасы. Егер сендер Байрон танитын болсаңыз, скорость перезарядки Брокта 75% деген Винсток тұр екен дәл қазір. Так, егер қазір боттарға қарсы ұтып қалсақ, прикол болады. Но боттарға қарсы ұту
Ол нормальный темка, өйткені мен все-таки поддержкамын. А бізде урон жасайтын нормальный бравлер жоқ. Жоқ, қарасайшы, міне 2200 беріп жатыр. А хп, реально 2200 хп қосып бере ма? Тоқташы, бір орында тұршы. 2000 хп қосып береді. То есть 2200 хп мен жұрттардан аламын, противниктерден. Мен ешқандай зиян көріп тұрған жоқпын. Бірақ олар мені өлтірамайды ультамда. Иә, то есть ультам тастаймын. И болды, түсінікті ғой. Ультаны тастаған кезде просто ультада жүру керек та, и хп толтырып жүру керек. Логично, логично. Ну, шынымды айтсам, мен реально бірінші рет ойнап отырмын бұл бравлермен. Мен сендер сияқты дым білмеймін бұл бравлер туралы ештеңке. Так, ойынды ұта салсақ болады, по идее. Тоқта, реально. Бух. В общем, әдем бравлер, особенно Байронның механикасын айт маған. Бірақ область атаки көбірек болып тұр да ше, Вендида. Сол себепті маған бұл даже мен сияқты косойлардың өзі әдемі ойнап береді деп ойлаймын. Так, винсток дробы. Бұл жерде мутация жасайсың да, и біреуін шығарып көруге тырысасың. Әрине маған ештеңке түспейді. Так, енді давайте пассивкасын ауыстыр. Щит тұр екен ғой менде. Міне енді противниктер замедляться етеді. И Венди бір граната тастайды. Давайте екінші пассивкасын и екінші гаджет тест жасайық. Осы қызық болып жатыр. Мен болашақта, мен просто қазір түсінесіңдер ма? Давай мен шыда ойнап көрейін. Так, мен болашақта Вендиді басқаша тест жасайтын боламын. Барлық бравлерге қарсы тұрғызып қоятын боламын. Просто қазір мен өзім дұрыс түсініп тұрған жоқпын қалай бұл снэкпикті түсіруге болатынын. Өйткені мен екінші аккаунтымды қоса алмаймын басқа бравлер таңдайтын, и вообще андай карталарда жұмыс жасай алмаймын. Өйткені бұл разработчиктің серверлері, қараңдар, менде қазір ойын табылмай тұр да ше, өйткені боттарды не себепті екенін қоспай жатыр. Вот реально, не екенін білмеймін мен. Бірақ боттарды қоспай жатыр. Сол прям вообще қоспай ма? Давай хотя бы мына режимді қосыңдар. Қосты. Ну, осындай болып тұрады. Сол себепті маған сәл ыңғайсыз. Не мынау? Жаңа режим, достар. Жаңа режимді мен сендерге снэкпикті көрсетіп отырмын. Бірақ мына жерде менде винсток болу керек, бірақ менде ондай винсток жоқ. Прикол. Так, давай. Кеттік. Просто негіз бостарға қарсы. Стоп, мына үстіне отыруға бола ма? Ол жалко мына үстіне отыруға болмайды. Айтпақшы, өте қызық факт. Венди судың үстіне жүреді, өйткені астына вентилятор ғой. Бұны біз мына режим қосылмағанда білмейтін едік. Так, мен түсінбегенім, менің гаджетімнің қасиетін түсінбей жатыр. Достар, вообще түсінбеймін. Стоп, мынаны шығарып салу керек қой. Түсінікті. Стоп. Байронның жақсы жері тиммейтқа тисе, оның ультасы хп толтырып беретін еді. Ал менкі тигізсем, тиммейтқа тигізсем, хп толтырып беремін. Өте аз хп. Өте аз хп, реально, өте аз хп. Боссым, так, босс что-то сәл зияны жестко тиіп жатыр ма дедім ғой. Так, енді ше. Так, нормально. Противниктер енді мына облыстьқа жақындаса, сәл жай жүріп қалады. Так, мына. Мына шарик хп толтыру керек, негізі, бірақ что-то вообще хп толтырып атқан жоқ. Что-то менің пайдам вообще тимей жатыр ма деймін ғой. Мен реально поддержка екенін сезіп тұрып же, мен өйткені ештеңке істей алмаймын. Ұрсам, хп-сын толтырсам, ультам толмайды. Қараңдар, мен хп толтырып атырмын, бірақ ульта толмай жатыр. Так, ультаны тастай салайық. Так, нормально. Ең бастысы мен турелімді дұрыс тастасам ше, мен біраз өмір сүрем. Так, бірақ мен гаджетімді сәл дұрыс қолданбадым. Ұтылып қалдым мына режимді. Бұл өйткені Венди и мен тиммейттерін негізі хил тесіп тұру керекпін да. В общем, мынау гаджетті түсінбедім. Вообще дұрыс қолданбадым, сол себепті түсінбедім деп ойлаймын. Бірақ Венди өте ерекше механик, реально. Байронныңкіне сәл мықтырақ болып тұрады. Вот просто мен сияқты косоларға арналған бравлер екен ше. Жалпы енді келесі снэкпикта мен сендерге жаңа скиндарды көрсетем. Көп дроптар ашып көретін боламыз.
пустой аккаунтта, өйткені пустой аккаунтта дроптар ашу өте маңызды болып тұр мен үшін ше. Винстоктарды толтыру қанша дропты қажет етеді екен деген сұрақ мені мазалап тұр. В общем, келесі сникпикті күтіңдер. Сендер маған асат, аман, сау болыңдар.